Байланысты құрай, бүгін сіздерге кеңес одағы кезінде ең мықты атаңызға айналған, сол уақытта барлық әскерлердің үрейіне айналған мерген жайлы айтып берсем. Ал сізге бұл тақырып қызықты деген ойдамын. Соңына дейін қараңыз. Кеңес фин соғысы кезінде Қызыл армия жауынгерлеріне үрей туғызған атаңызға айналған фин мергені Симо Хеа болды. Оны ақ өлім деп атады. Бұл мерген ерекше дәлдігімен танымал еді. Тіпті ол оптикалық көздеуішті пайдаланған. Әрине, Хеа қарсылас тарапта шайқасса да, оның аты армия арасында аңызға айналды. Химотсия 1905 жылы Финляндияның Выборг губерниясының Раутаярви ауылында, қазіргі Ресеймен шекаралас аймақта дүниеге келген. Ол жанұяда 8 баланың 7-шісі болды. Бала кезінде халық мектебінде оқып, аға-інілерімен бірге егістік алқабында жұмыс істеді. Оның отбасы балық аулауды және аңшылықты жақсы көретін. 17 жасқа толған соң жергілікті қорғаушылық жасаққа қосылып, мергендік дағдыларын шыңдады. Бұл ұйымның Выборг бөлімшесінде өткен мергендер жарысында ерекше көзге түсті. Бір жарыста 150 метр қашықтықтан 1 минут ішінде 5 рет тиын көлеміндегі нысананы дәл көздеп атқан. Содан кейін фин армиясында қызмет етіп, 1939 жылы кеңес фин соғысы басталған кезде мерген ретінде соғысқа қатысты. Соғыстың алғашқы 3 айында жараланғанға дейін Симо Хеа винтовканы қолданып 500-ге жуық, ал тапанша және автоматты қолданып 200-ден астам қарсылас жауынгерді жер жастандырды. Оның жетістіктері өз сөздерімен және әріптестері растаған деректермен есептелді. Бірнеше мерген бір уақытта бір нысаннан атқан немесе қарсылас жараланған болса, олар есепке алынбайды. Роберт Брамбергтің мәліметі бойынша, Симо Хеа 1939 жылдың 21 желтоқсанында бір күннің ішінде 25 кеңес жауынгерін өлтіріп, рекорд орнатқан. Осылайша оның жауды жоюдағы көрсеткіші оны әлемдік тарихтағы ең нәтижелі мергендердің бірі етті. Сонымен қатар, фин үгіт-насихаты оның ерлігі туралы хабарды майдан шебінен алыс жерлерге дейін жеткізді. Симо Хеаның айтуынша, ол өзі көздеген нысаналардың көбісін Ладоха Калериясындағы Калова тауының маңындағы бір позициядан атқан. Ол ұзақ уақыт бойы байқалмай қалу үшін бірнеше айла тәсіл қолданған. Қарсыласын күткенде Симо бірнеше сағат бойы қимылсыз жата алатын. Сол уақытта ауа температурасы кейде минус 40 градусқа дейін төмендейтін. Оны суықтан қалың жүнді киімі қорғайтын. Сонымен қатар, тыныс алуын баяулатып, дәл ату үшін жүрек қағысын бір қалыпты ұстаған. Мерген өзінің бекінісін алдын ала мұқият дайындап, жақсы түрде ешкімге көрінбейтін етіп жасыратын. Симо қарды нығыздап, оның үстіне су құйып, мұз қатырған. Осылайша винтовка атқанда қар шашылмай, ствол сенімді тірекке ие болды. Сонымен қатар демінің буы байқалмас үшін Симо аузына қарсы алып отыратын. Қауіп төнген жағдайда да ол суыққандылықты сақтап, өз позициясын қорғап қала алатын. Симо Хеа қардың ішінде шебер жасырынатын, тіпті басына дейін көміліп алатын. Оның бойының 152 см болуы тығыз қарды орларда өзін жайлы сезінуге мүмкіндік беретін. Оның ұсталып қалмауына көмектескен тәсілдердің бірі көкектер деп аталатын бақылау нүктелері болды. Бұл арнайы ағаштардағы платформадан жаудың қозғалысы байқалатын. Ал Қызыл армия жауынгерлері олардың мергеннің орналасқан жері деп бекер оқ жаудыратын. Симо принципті түрде оптикалық көздеуішті қолданбайтын. Мұның бірнеше себебі бар. Біріншіден, қыста линзалар оңай мұзбен жабылып қалатын. Екіншіден, линзалар күн сәулесінен жарқырап, мергеннің орнын әшкере етуі мүмкін. Үшіншіден, оптикалық көздеуішті қолданғанда мергеннің басы бірнеше сантиметр жоғары көтерілуі керек. Бұл қарсыластың оны көріп қою мүмкіндігін арттыратын. Симо Хеа ешқашан 450 метрден ұзақ қашықтыққа атпаған. Бір жағынан оптикалық көздеуішсіз үлкен қашықтықтан дәл тигізу қиын болса, екінші жағынан қарсыластар мұндай жақын жерден мергенді іздейді деп ойламайтын. Оған сонымен қатар ормандағы ағаштар арасында жаңғырық көмектескен. Себебі атылған оқтың дыбысы қайта-қайта шағылысып, Қызыл армия сарбаздарын шатастырған. Симо Хеаның Қызыл армия жауынгерлеріне қарсы қолданған негізгі қаруы Финляндияда 1920 жылдары шығарылған Мосин жүйесіндегі М28-30 винтовкасы. Бұл қарапайым сенімді қару, ауырлатырған стволмен қатылып, Финляндияның қысында пайдалануға өте ыңғайлы еді. Ал жақын қашықтықта ол пулемет қолданған. Кейбір деректер бойынша осы қарумен Симо шамамен 200-ге жыл Қызыл армия жауынгерін өлтірген. Кейінек одан орыс сарбаздарын дәл көздеудегі сәттілігінің себебін сұрағанда, ол салмақты түрде тәжірибе мен жақсы ауа райы деп жауап берген. Кеңес әскерінің басшылары Симо Хеаның көзін жою үшін үлкен сыйақы жариялады.
Оны табып, көзін жою үшін бірнеше мергендер жасағы жіберілді. Сондай-ақ ақ өлім жасырылуы мүмкін аймақтарды үнемі артиллериямен атқылайтын. Алайда ұзақ уақыт бойы мұның бәрі ешқандай нәтиже бермеді. Себебі Симо Хяның тактикалық шеберлігі оны ешқашан жеңілмейтін етті. Финляндия мергені Симо Хя аңшылықпен айналысқан жерлерін жастайынан жақсы білетін, алайда соғыстың соңғы күндерінде оның сәтті ату көрсеткіштері айтарлықтай төмендеді. Өйткені ол көп жағдайда атудан гөрі жасырынуға мәжбүр болды. Бірде снаряд мергеннің жанында небәрі бірнеше метр жерде жарылып, оның камуфляж халатын жыртып түсірді. Бірақ өзі аман қалды. Осылайша күндер мен апталар өтті. 1940 жылдың 6 наурызында Симоға жарылғыш оқ тиіп, ол қарсыласының шабуылынан ауыр жарақат алды. Оқ оның жақ сүйегін тесіп өтіп, бет әлпетін қатты зақымдады. Есінен танған жауынгерді шұғыл түрде артқа қайтарды. Бірнеше аптадан кейін мерген есін жиғанда соғыс аяқталып қойған еді. Хирургтар оның жақ сүйегін қалпына келтіру үшін сан сүйегінен алынған материалды пайдаланған. Соғыстан кейін фельдмаршал Карл Густав Маннергейм оған лейтенант шенін берді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде алаңға оралуға бірнеше рет өтініш білдіргенмен, ол бұл өтініштерінен бас тартты. 2000 жылдың күзінде Руа-Халахти тұрғындары мен іздеу тобы Симо Хяның Ладога Карелиясындағы Калова тауы маңындағы орналасқан атыс ұстанымын тапты, яғни базасын. Бұл жерді дәл табуға Симоның өзі берген координаттар көмектесті. Металл іздеушілерді қолдана отырып, олар көптеген оқ-дәрі гильзаларын тапты. Бір қызығы сол жерде 542 гильза болды. Бұл Симонның ресми түрде жойған жауларының санына дәл сәйкес келеді. Симо Хян қолданған әдістер бүгінде фин армиясының мергендерін даярлау мақсатында қолданылады. Соғыс аяқталған соң Симо фермерлікпен айналысып, ит өсіріп, аңшылыққа шығуларын жалғастырды. Бірде Финляндия президенті Урка Кекконеннің өзі Симоға келіп, онымен бірге бұғы аулаған. 1998 жылы Симо Хядан қалайша осындай мықты мерген болдыңыз деп сұрағанда, ол жаттығу деп қысқа жауап берген. Ол өте қарапайым адам болған, ешқашан өзін көтермелемейтін, жетістіктерімен мақтанбаған. Симо өмірінің соңғы жылдарын ардагерлер, яғни қарттар үйінде өткізген. Кейінірек журналистер одан атқан кезіңізде ар-ожданыңыз мазаламады ма деген сұрақ қойған кезде, маған бұйрық берілді, мен оны барынша жақсы орындадым деп жауап берді. Симо Хя 96 жасқа жетіп, 2002 жылы өмірден озды. Оның аты тарихта ең нәтижелі мергендердің бірі ретінде мәңгіге із қалдырды. Осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Соңына дейін қарғаның үшін рахмет. Міндетті түрде каналға лайк басып тіркел. Чао, братишка.